Әңгіме басталмас бұрын. Арнаға тіркеліп, жаңа хикаяларды бірінші болып тыңдаңыз. Жігітім өлген күні мен жыламадым. Сонысы несі екен? Бәрі жылады. Ал менің көзімнен жас шықпады. Ішімде бір нәрсе үзіліп түскендей болды да, орнына тас қойғандай ауырлап қалды. Ауылға қаралы хабар таң атпай жеткен. Күн әлі көтерілмей жатып, аула толды. Әйелдердің дауысы аспанға өрлеп қайта құлап жатты. Еркектердің үнсіздігі одан да қорқынышты еді. Олар жыламайды, бірақ шешімді солар шығарады. Мен босағада отырдым. Біреу шай құй деді. Орнымнан тұрдым. Қолым дірілдемеді. Сол үшін кейін өзімді кінәладым. Қатты бол, деді бір әйел сыбырлап. Енді сен жесірсің, деді екіншісі. Жесір. Бұл сөзді мен өзіме ешқашан телімегенмін. Мен сүйіктісін күткен қыз едім. Келешегін ойлаған, балалы болуды армандаған әйел едім. Ал бір күнде мені басқа атпен атап шыға келді. Табытты көтеріп шыққанда ғана жүрегім шым етті. Бірақ жыламадым. Себебі мен сол сәтте бір нәрсені сездім. Бұл өліммен бірге менің таңдау құқығым да көмілгелі жатыр еді. 3 күндік аза өтті. 3 күн бойы мен ештеңе сезбегендей жүрдім. Тамақ ішпедім, ұйықтамадым. Бірақ ешкім соны байқамады. Бәрі менің болашағымды өзара шешіп қойған еді. 4-ші күні кешке үйге ауылдың үлкендері жиналды. Мен дастарханның сетінде отырдым. Басымды төмен салдым. Бірақ әр сөзді анық естіп отырдым. Жалғыз қалмайды. Бала сүйсе де әулеттен кетпейді. Үлкен аға бар ғой. Сол кезде ғана денем суып кетті. Үлкен аға. Ол кісі мен үшін әрқашан алыстағы, суық, ауыр мінезді адам болатын. Әңгімесі қысқа, көзі өткір. Ол мені ешқашан әйел ретінде көрмеген. Мен де оны еркек ретінде елестетпегенмін. Енем сөзді нүктеледі. Ертеңнен бастап келін болып отырады. Салт солай. Салт. Осы бір сөз қанша тағдырды жапырып өткенін олар білмейді ме? Әлде біле тұра үндемей ме? Мен сол жерде тұрып, мен келіспеймін, деп айтқым келді. Бірақ даусым шықпады. Тілім таңдайыма жабысып қалғандай болды. Сол үнсіздігім мені байлап тастады. Түнде бөлмеме кіргенде ғана көзімнен жас шықты. Бірақ ол да ұзаққа бармады. Себебі жылауға да шамам қалмаған еді. Әмеңгерлік менің тағдырым емес. Осы ойды санамда қайта-қайта қайталадым. Бірақ тағдырды мен емес, ола жазып қойған еді. Келесі күні таңертең енем ерте тұрғызды. Жуын, шашынды жина деді. Даусында аяушылық жоқ. Міндет қана бар. Айнаға қарадым. Айнадағы әйел маған бөтен көрінді. Көзінде үміт емес сұрақ бар еді. Мен енді кіммін? Сол күннің кешінде мені басқа бөлмеде кіргізді. Ешқандай сөз айтылмады. Тек бәрі тым тез, тым үнсіз болды. Алғашқы түнде менің тіренбегеніме қарамастан, ол тек бір ауыз сөз айтты. Біздің салт бұзылмайды. Сол сәттен бастап уақыт баяулады. Мен үшін бір түн, бір ғасырға тең болды. Түн ұзақ болды. Мен көзімді жұмдым, бірақ ұйқы келмеді. Төбеге қарап жаттым. Төбедегі әрбір сызат, әрбір көлеңке санаулы секундтармен бірге қозғалып жатқандай көрінді. Уақыттың баяу ағып жатқаны соншалық, мен таң атпайды деп ойладым. Мен сол сәтте өз денемнен бөлініп кеткендей болдым. Бұл жерде мен емес, басқа біреу жатқандай. Ал шынымен, әлде қайда алыста, өткен күндерде қалғандай едім. Ол үндемеді, мен де үндемедім. Үнсіздік кейде сөзден де ауыр болады екен. Мен бұған келіскен жоқпын деген ой басында 1000 рет айналды. Бірақ ол ойды ешкім естімеді. Бұл үйде естілетін тек салттың даусы еді. Таңға жуық көзім ілініп кеткен сияқты. Бірақ ол ұйқы емес, естен тану еді. Таң атқанда мен басқа әйел болып ояндым. Бірақ бұл өзгерісті мен таңдаған жоқпын. Енем ерте кірді.
Тұр, таң намаз өтті деді. Даусында кешегі күннен қалған ештеңе жоқ. Қаралы идін исі де, жоқтаудың үні де өшкен. Оның орнына күнделікті тіршілік басталып кеткен. Мен орнынан тұрдым. Аяғым ауыр тартып тұрғандай. Әр қадамым өзгенің өмірмен жүріп бара жатқандай сезілді. Ас бөлмеде бәрі өз орнында еді. Шай қайнап тұр, дастарқан жайылған. Ер адамдар үнсіз шай ішіп отыр. Ешкім маған қарамады. Бірақ бәрі менің өзгергенімді біліп отырды. Мен енді қызда емес едім. Жесір де емес едім. Мен салттым ішінде қалған әйел едім. Күндер өтті. Бірінші апта. Екінші апта. Уақыт қайтадан жылдамдай бастағандай болды. Бірақ менің ішімде бір нәрсе тоқтап қалған. Мен сөйлей бастадым. Күлдім. Қызметімді істедім. Бірақ бұл шынайы өмір емес еді. Бұл тірі қалу еді. Әйелдер маған кейде аянышты көзбен, кейде үйреншікті көзбен қарайтын. Үйреніп кетесің бе еді бірі? Біз де солай болғанбыз, деді екіншісі. Сол сөздер мені одан әрі жалғыз етті. Себебі олар менің жанымдағы қарсылықты көрмеді. Немесе көргісі келмеді. Түндерде ғана мен шынайы болатынмын. Ұйықтай алмайтынмын. Өткенді ойлайтынмын. Жігітім тірі кезінде айтқан сөздері есіме түсетін. Болашақтақ туралы сөйлескеніміз. Қандай үй салатынымызды, қай қалаға баратынымызды армандағанымыз. Сол армандар енді мен үшін тыйым салынған естелікке айналған еді. Бір күні кешке ол маған қарап, «Сен үндемейсің», деді. Мен не деп жауап беруім керек еді? Үнсіздігім келісім емес деп айтуға батылым жетпеді. Шашадым, дедім. Бұл шындықтың ең жеңіл түрі еді. Кейде мен өзімді айнадан танымай қалатынмын. Көзімде бұрынғы жарық жоқ еді. Оның орнына сақтық, қорғаныс бар еді. Мен ішімен қабырға тұрғыздым. Сол қабырғаның ар жағында менің шын бейнем тұншығып жатқанын сезетінмін. Бір түнде түс көрдім. Мен кең далада жүгіріп бара жатамын. Артымнан ешкім қуып келе жатқан жоқ. Бірақ тоқтай алмаймын. Тынысым жетпей барады. Алдымда шексіз жол. Оянғанда жүрегім қатты соғып тұрды. Сол сәтте мен өзіме сыбырлап айттым. Мен осылай өмір сүре алмаймын. Бұл менің ішкі даусымның алғаш рет анық шығуы еді. Мен ішімде қарсылық барын алғаш сезгенде, оны ашу деп ойладым. Бірақ ол ашу емес екен. Ол тірі қалуға деген талпыныс еді. Үй ішіндегі өмір бір қалыпты көрінетін. Таңертең шай, түсте тірлік, кешке үнсіздік. Бірақ сол тыныштықтың астында қысым бар еді. Ол ешкімге көрінбейтін. Бірақ мені күн сайын іштен қажытатын. Менің әр қадамым бақылауда сияқты. Не айтатыным, қалай отыратыным, қашан күлгенім, бәрі көзге ілігетін. Бірақ ешкім ашықты тыйым салмайтын. Себебі салттым өзі жеткілікті еді. Ол менімен көп сөйлеспейтін. Сөйлесе де бұйрықпен сөйлейтін. Ертең ана үйге барасың. Мынаны істеп қой. Мен жауап беретінмін. Бірақ ішімде жауап жоқ еді. Бірде кешке ол, үйреніп қалдым ба деп сұрады. Бұл сұрақты күтпеген едім. Иә, дедім. Сол сәтте өзімді сатып кеткендей сезіндім. Ауылдағы әйелдер мені өз қатарына қосты. Олармен бірге отырамын, әңгімесін тыңдаймын. Бірақ олардың әр сөзі маған бұрыннан таныс еді. Әйелдің бағы шыдам. Еркектің айтқаны заң. Тағдырға қарсы шықпа. Осы сөздер олардың да бір кезде қарсылық көрсеткенін, бірақ жеңілгенін айтып тұрғандай еді. Мен біртіндеп жалғыздықты сезіне бастадым. Бұл адамсыз жалғыздық емес, түсінілмеген жалғыздық. Сол кезде мен қағазға жазуды бастадым. Алғашында бір-екі сөйлем ғана. Кейін ойларым ызара түсті. Бұл менің өзіммен сөйлесуім еді. Ешкім оқымайды деп ойладым. Бірақ бір күні ол дәптерді көріп қалды. Бұл не?
деді. Ойларым, дедім. Ол үнсіз қалды. Бірақ сол үнсіздік қауіптің белгісі екенін сездім. Сол түннен бастап мен сақ бола бастадым. Ойымды да жасыратын болдым. Бірақ ойды жасыру, оны өлтіру емес екен. Мен күнде өзіме бір сұрақ қоятынмын. Мен бұлай өмір сүре аламын ба? Жауабы күннен күнге анық бола бастады. Бір күні ауылға қала жақтан мұғалім әйел келді. Оның даусы сенімді, жүрісі еркін еді. Ол маған қарап, сенің көзінде көп сұрақ бар деді. Сол сөз мені селк еткізді. Біреу мені көргендей болды. Мен енді бұрынғыдай қорықпайтынымды байқадым. Қорқыныш бар, бірақ ол мені тоқтатпайтын болды. Ол тек ескерту сияқты еді. Ал ішімде басқа бір күш пайда болды. Үндемей мойынсынудан бас тартқан күш. Бұл өзгеріс бір күнде болған жоқ. Ол менің ішімде баяу, көзге көрінбей өсті. Әр айтылмаған сөз, әр жұтылған жас, әр басылған ой, бәрі соған тамшы болып жиналды. Мен енді үнсіз қалсам да, ішімде сөйлей бастадым. Ол менің өзгергенімді байқады. Бұрынғыдай емессің, деді бірде. Қандай едім, деп сұрадым. Ол жауап бермеді. Себебі бұрынғы мен ыңғайлы еді. Қазіргім түсініксіз. Үйдегі тәртіп сол қалпы. Бірақ мен енді оны заң деп қабылдамайтын болдым. Мен оны үйреншікті әдет деп қана көрдім. Ал әдет өзгеретін нәрсе. Мен бұрын үлкендердің сөзін естігенде басымды төмен салатынмын. Енді тыңдаймын, бірақ қабылдамаймын. Бұл менің ішкі тәуелсіздігімнің алғашқы белгісі еді. Қала жақтан келген мұғалім әйелмен қайта жолықтым. Оның аты Айсұлу екен. Ол кітап әкелді. Әңгімеміз қысқа болды, бірақ сол қысқалықта мағына көп еді. Сен оқығанды жақсы көресің, деді ол. Иә, дедім. Онда неде тоқтадың? Бұл сұраққа жауап бермедім. Бірақ ол менің ішімде ұзақ тұрды. Сол күннен бастап мен кешкісін кітап оқи бастадым. Бұл жай ғана оқу емес еді. Бұл өзіме қайта оралу еді. Әр жолды оқыған сайын мен өзімді танитын болдым. Басқа әйелдердің де дәл мендей күй кешкенін білдім. Бұл мені әлсіретпеді, керісінше күшейтті. Бір түні мен түс көрмедім. Алғаш рет тыныш ұйықтадым. Таңертең оянғанда кеудемде ауыр тас жоқ еді. Оның орнына бір анық қиық ой тұрды. Менің өмірім менікі. Ол мені қалаға жіберуге қарсы болды. Мұнда не жетпейді, деді. Маған жетпейді, дедім. Бұл менің оған қарсы алғаш рет ашық сөйлегенім еді. Үй іші тым-тырыс қалды. Мұндай үнсіздік бұрында болған, бірақ бұл жолы ол басқа еді. Бұл жолы үнсіздік менің сөзімнің салмағын мойындағандай болды. Әйелдер маған басқаша қарай бастады. Біреулері қорқып, біреулері қызығып. Кейбірі сыбырлап, бойын тіктеп алыпты, деді. Ал мен ішімнен, мен тек адам болып тұрмын, дедім. Бір кеште енем маған ұзақ қарап тұрды да, сен өзгере бастадың, деді. Иә, дедім. Бұл жолдың соңы қиын, деді ол. Бірақ бұл менің жолым, дедім. Сол түні мен шешім қабылдадым. Бұл шешімді дауыстап айтпадым. Бірақ ол менің ішімде анық, мықты еді. Мен бұл үйде тек тірі қалып қоймаймын. Мен өзімді жоғалтпаймын. Шешім қабылдағаннан кейін өмір жеңілдеп кеткен жоқ. Керісінше ауырлай түсті. Бірақ бұл бұрынғыдай тұншықтыратын ауырлық емес еді. Бұл жауапкершіліктің салмағы болатын. Мен енді әр күнімді санап жүрдім. Бірақ кететін күнде емес, өзімді қаншалықты сақтап қала алатынымды есептейтінмін. Ол мені бақылауды күшейтті. Бірақ бұрынғыдай ашық емес. Сұрақтары көбейді. Қайда бардың? Кіммен сөйлестің? Не ойлап жүрсің? Соңғы сұрақты естігенде ішімнен күлгім келді. Ойымды қалай сұрайсың? Ештеңе дейтінмін. Бірақ ештеңенің ішінде менің бүкіл өмірім жасырынып жатты. Мен Айсұлумен тағы кездестім. Бұл жолы ұзақ сөйлестік. Ол маған қаладағы әйелдер туралы, оқыған қыздар туралы айтты.
Ол әңгімелер мені басқа әлемге апарғандай болды. Қорықпайсың ба деп сұрады ол. Мен ойландым. Қорқамын дедім. Бірақ қалудан да қорқамын. Ол басын изеді. Бұл дұрыс қорқыныш деді. Үйге қайтып келе жатып далаға қарадым. Осы даланы мен бұрын кең деп ойлайтынмын. Ал енді ол маған тар көрінді. Себебі еркіндік тек кеңістікте емес, таңдауда екен. Сол күннен бастап мен кетуге дайындала бастадым. Бірақ асықпадым. Әрбір қадамымды өлшеп басу керек еді. Мен үнсіз ақша жинадым. Киімдерімді реттедім. Ең бастысы, ішкі дайындығымды аяқтадым. Кету қашу емес екенін өзіме қайта-қайта айттым. Бұл өзіңді құтқару еді. Бір кеште ол кенеттен «Сен кеткің келеді» деді. Бұл сұрақ емес, үкім сияқты естілді. Мен алғаш рет көзін тайдырмай қарадым. «Иә» дедім. Бұл сөзді айту оңай болмады. Бірақ айтқаннан кейін кеудемнен бір ауыр жүк түскендей болды. Үй ішін тыныштық басты. Бірақ бұл тыныштықтың астында дауыл тұрған сездім. Енем жыламады. Айқайда болған жоқ. Тек бір ауыз сөз айтты. Бұл жолдан қайтпайсың ба? Мен басымды шайқадым. Қайтпаймын. Сол түні мен тағы да далаға шықтым. Аспан жұлдызға толы еді. Бұрын мен бұл жұлдыздарға тек тілек тілеп қарайтынмын. Ал сол түні мен ештеңе тілемедім. Мен тек өзімді тыңдадым. Жүрегім соғып тұрды. Тірі екенімді сездім. Ертеңіне таң басқа атты. Бұл таң не бұрынғы өміріме емес, белгісіздікке қарай жетелеп бара жатты. Бірақ мен дайын едім. Таң тыныш атты. Тым тыныш. Кейде ең үлкен өзгерістер дәл осындай үнсіз басталады екен. Мен ерте тұрдым. Үй ішіндегі ешкімге білдірмей, өзіме тиесілі аз ғана затты жинадым. Бұл үйде менің көп дүнием жоқ еді. Бірақ менің ең басты нәрсем өзім дайын болатын. Айнаға соңғы рет қарадым. Ондағы әйелді таныдым. Ол қорыққан емес, шаршағанда емес. Ол шешім қабылдаған әйел еді. Енем ас бөлмеде отыр екен. Ол мені көргенде бірден түсінді. Себебі ана жүрегі бәрін сезеді. Барасың ба деді жай ғана. Иә. Ол ұзақ үнсіз отырды. Сосын, біздікі дұрыс болды деп ойлайсың ба? Деп сұрады. Мен жауапты бірден таптым. Дұрыс болған жоқ. Бірақ мені түсінуге тырысқандарыңыз үшін рахмет. Бұл кешірім де емес, айыптау да емес еді. Бұл қоштасу еді. Ол кіріп келді. Бетінен ашу да өкініш те көрінді. Тек түсінбеушілік бар еді. Бұл салт, деді тағы да. Мен алғаш рет сол сөзден қорықпадым. Салт адамды өлтірмеу керек дедім. Ол үнсіз қалды. Себебі бұл сөзге қарсы дәлел жоқ еді. Мен босағадан аттадым. Бұл босаға мені бір кезде келін етіп кіргізген. Енді мен оны адам болып аттадым. Ауыл сыртындағы жол маған ұзақ көрінбеді. Әр қадамым мені жеңілдетіп бара жатты. Мен артыма бір-ақ рет қарадым. Өшпенділікпен емес, сағынышпен де емес. Тек өткенге құрметпен. Автобус келгенде жүрегім тағы да соқты. Бірақ бұл жолы қорқыныштан емес, үміттен соқты. Мен отырдым. Терезеден дала сырғып өтіп жатты. Бұрын мен бұл даланың ішінде қалып қойған едім. Енді мен оның үстімен өтіп бара жатырмын. Қалаға жеткенде күн батып бара жатқан. Аспан қызғылт түске боялған. Бұл мен үшін жаңа өмірдің белгісіндей болды. Менің қалтамда көп ақша жоқ еді. Бірақ менде ең маңызды нәрсе бар еді. Таңдау. Сол түні мен шағын бөлмеде жалғыз жаттым. Бірақ бұл жалғыздық мені қорқытпады. Керісінше тыныштық сыйлады. Мен көзімді жұмып жатып, алғаш рет ертеңгі күннен қорықпадым. Мен тағдырды таңдамадым. Бірақ мен өзімді таңдадым. Бұл менің жеңісім еді.